Так, сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қайталап алтын екісін айтуға тура келді. Өйткені осыған да кешегі сабақта микрофон қосылмай дауыс шықпай қапты балалар. Сондықтан кешірім сұрап сабақты қайтадан жүргіземіз. Алтын екісі 14-ші есептен бастаймыз, я? 14-ші есептен бастаймыз. Вот 14-ші есепті. Бите темірдің меншікті жылу сыйымдылығы 780 жол килограмм градус. 1 килограмм темір кесегін минус 5 градустан плюс 5 градусқа дейін қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері дейді. Бұл затты қыздыруға кететін жылуды анықтайтын формула бар, білеміз, я балалар. Q тең болады. Q тең болады. Балалар естеріне сақтайды, См дельта Т деп. С дегеніміз меншік жылу сыйымдылығы бізде 780, массасы бізде 1 килограмм, М дегеніміз дельта Т дегеніміз ол температуралардың айырмасы. То есть минус 5-тен плюс 5-ке дейін ол неше градус қыздырды деген. 10 градус қыздырған болып тұр, е, от қазір көреміз. 780 массасы 1, дельта Т деген вот мен жерде Т2-ден Т1-ді азайтады ғой. Дельта Т дегеніміз дельта Т ол всегда соңғы температурадан алғашқы температураны азайтады. Біздің соңғы температурамыз 5, одан азайтамыз, алғашқы температурасы минус 5. Сонда жақшаны ашқанда мынау минус плюс болып кетеді, 10 болады, е, сонда шығады 7800 джоул болады деңіз. Так, жауабы С болады, е. Жауабы С болады. Енді 15-ші есепті көрейік. Бұл 15-ші есеп бітеді. Электр өрісінде оң зарядталған бөлшек орналасқан. Мына жерде тұрған оң зарядты бөлшек деп отырған мына бөлшек, мұнда орналасқан. Оған әсер етуші күштің бағытын көрсетеді. Мынаған әсер етеді ғой, мына кернеулігі берілген өріс тарапынан бұған күш әсер етеді. Сонда солға ма, оңға ма, жоғары ма, төмен бе, соны біз анықтауымыз керек. Оны біз анықтау үшін былай істейміз балалар. Кернеулік векторы всегда, вот егер заряд өрісті пайда болдырып тұрған заряд плюс заряд, оң заряд болса, кернеулік векторы бүйтіп сыртқа қарай бағытталады. Зарядтан сыртқа қарай бағытталады кернеулік вектор. Ал егер заряд, теріс заряд, минус таңбалы заряд өрісті пайда болдырып тұрса, сол өрістің кернеулік векторы зарядтың өзіне қарай бағытталады бүйтіп міне. Сонда біз айта алады екенбіз, заряд кернеулік векторы плюс жақтан келе жатыр мына жақ. То есть мына өрісті пайда болдырған где-то мына жақта бір плюс заряд бар деген, соң заряд бар деген. Мына кернеулік пайда болдырып тұрған, е. Енді біз білеміз ғой, вот. Аттас зарядтар бірін-бірі тебеді, аттас зарядтар бірін-бірі тебеді. Сонда мынау қалай қарай қозғалады? Мынау былай қарай қозғалады ғой. То есть мынаған әсер ететін күш бізде қалай қарай бағыттайды? Оңға қарай бағыттайды, е. Горизонтал солдан оңға қарай бағытталады, ол Б болады, е. Горизонтал солдан оңға қарай бағытталады, ол Б болады. Так, келесі 16-ші есеп. Тізбекте кернеудің өзгеріс заңы U тең 300 косинус 157 Т. Кернеудің тербеліс периодын тап деген. Кезек вот егер жаңа гармоникалық тербеліс деген болады дедік қой, гармоникалық тербеліс ол синус немесе косинус заңымен өзгереді деп. То есть мына косинустың орнында синус болуға да болады. Сонда қандай да бір физикалық шама өзгеретін болса, синус немесе косинус заңымен өзгеретін болса, оның жалпылама формуласы былай xm. Но егер біз косинуспен жазсақ, косинус
2 пи бөлінген т көбейтілген т деп жазуға болады. Бүйтіп міне. Мына тұрған амплитудасы деп айтатын. Мысалы бізде данный момент ол 300-ге тең. То есть кернеу болатын болса, кернеудің амплитудалық мән деген сөз ғой. УМ бізде 300 вольт деген сөз. Бірақ оны бізден сұрап тұрған жоқ, жай ғана айтып тұрмын мен, иә? Амплитудалық мән деген сөз. Ал енді мына жерде біз косинус 2 пи т дегеннің орнында 157 деген сан бар. Иә, сонда 2 пи үлкен т немесе бұл тең болады. Мына жерде оның орнында 157 деген сан тұр. 157 деген сан тұр. Осыдан тын тапсақ, тын тең болады 2 пи бөлінген 157. 2 пи дегеніміз ол 6,128 ғой. Оны 157-ге бөлетін болсақ, 157-ге бөлетін болсақ, неше деген сан шығады? 0,104 деген шығады. 0,104 секунд шығады. Значит, жауабы бұл болады. Мисал, мына теңдеуді былай да жазуға болады. Мисал, xm косинус омега т деп жазуға болады. То есть омега дегеніміз ол жаңағы циклдік жиілік, немесе дөңгелектік жиілік деп айтады. Ол 2 пи бөлінген т-ға тең. Немесе бұл жай жиілік арқылы жазатын болсақ, бүйтіп жазуға болады. xm көбейтілген косинус 2 пи неу т деп. Сонда мына тұрған үшеуі бір нәрсе сол. Біз мына біріншіні пайдаландық, себебі бізге периодты тап дептір. Егер жиілікті тап десе, онда мына формуланы пайдаланатын едік. Иә? Оны қалай қолданасың, оны өзің білесің дегенсіз. Так, ендігісі 17 ме? Есеп былай дейді. Жүк серіппеде тербеліп тұр. Оның қатаңдығы 1200 ньютон бөлінген метр. Тербеліс амплитудасы 4,8 сантиметр. Жүк жылдамдығы 0-ге тең болған мезетте оған әрекет етуші күш модулі деген. Осында есеп бар. Пока сондай бір түсінікті емес, иә? Егер таныс бала болса, он сразу поймет, о чем речь деген. Біз былай істейміз. Вот серіппеде серіппе лүді тұр бірдемеде, да, бүйтіп былай. Пока, мисал, оның ұзындығы былай болды, іштен келмей тұрғанды. Одан кейін оған бірдемелі бедің, ол ұзарды, мисал, міне жерге дейін келді, иә? О, допустим, ол міне жерге дейін келді деп есептейік. Серіппе бүйтіп созылып отырып, міне жерге дейін келді. Осы жерде оған жүк лүді тұр, иә? Массасы М деген жүк лүді тұр, былай қарай, міне. Массасы М деген жүк лүді тұр. Дәл осы жерде оны ешкім тиіспесе, ол осында тұра береді. Ол как раз ол оның тепе-теңдік күйі деп аталады. Тепе-теңдік күйі. Тепе-теңдік күйі. Біз енді оны тербелту үшін қайтеміз. Не жоғары қарай сығамыз, не төмен қарай созамыз. Ну, давайте төмен қарай созайық, иә. Төмен қарай бүйтіп созып әк келдік. Сосын қойы біре салсақ, ол мына орынға келіп, қайтадан жоғары қарай кетеді, былай қарай. Осы екі аралықта ол тербеліп тұрады бүйтіп міне. Мына екі аралықта. Сонда мынаған дейінгі қашықтық, ол жаңағы амплитуда деп айтылады, немесе оны xm деп белгілейді, былай қарай. Ол амплитуда. xm. Бізде ол амплитуда 4,8 батыр. Сонда бүйтіп айтады. Амплитуда дегеніміз не дегенде, дененің тепе-теңдіктен ең ұзақ ауытқуы дейді. Ең ұзақ жерге дейін барады. Бір жерге дейін барады. Одан қайтып кеп, одан келесі жағында сол жерге өтеді, сосын бүйтіп тербеліп тұрады. Егер тербеліс жоқ болса, вечный двигатель, онда осы тербеліп тұра береді. Естественно, всегда кедергі бар ғой, кедергі бар болғандықтан, оның амплитудасы кішірейіп, бір уақытта бар, ол тоқтап қалады. Затухающие колебания дейді, өшетін тербеліс деген осы енді. Я? Вот енді мына жерге қарайып, жүк жылдамдығы 0-ге тең болған мезетте деген былай бар, иә? Бүйтеді. Жылдамдық 0-ге тең болады. Қай кезде жылдамдық 0-ге тең болады деген ол, естественно, мына екі жақ шеткі нүктеде жылдамдық 0-ге тең болады ғой. Мына жерде жылдамдық 0-ге тең болғандықтан ол одан ары қарай жүрмейді ғой, келген. Вот мына жерде жылдамдық самый максимум болады, мына жерде. Бұл максимал жылдамдығында келді, мына жерде.
Вот жылдамдық көп, одан жоғарылаған сайын азая береді, жылдамдық нөлге тең болады. Сол кезде ол мгновенно тоқтайды, тоқтап тұрмайды, ол мгновенно қайтадан төмен қарай жүреді. Тепе-теңдіктен өткенде жылдамдық максимум, одан қайтадан азаяды, нөл болады. Осы екі ортада жылдамдық көбейіп азайып тұрады. Жылдамдық тоже жаңағы гармоникалық тербеліске жатады, иә? Вот жылдамдық нөл болған кездегі мезеттегі әрекет етуші күш дейді. Әрекет етуші күш. Ол кездегі вот мына жерде серіппенің қатаңдығы бізде К болды, иә. Вот серпімділік күштің формуласын көк заңда біз былай жазамыз, серпімділік күші тең болады Kx деп жазамыз, иә. Минус таңба қоямыз, оны бірақ есеп шығарғанда минусын еске алмаймыз оны. Ол просто минус дегеніміз нені білдіреді дегенде, ол жаңа серпімділік күші деформацияға кері бағытталады деген деп білдіреді. Денені созсаң, ол оны қайтып орнына алып келуге қарай тырысатын күш болады. Ал денені сықсаң, ол қайтып жаңағы бұрынғы орнына алып бару жеделеті болды. Сонда ол деформация мен серпімділік күші екеуінің бағыты қарама-қарсы болғандықтан мен жерге минус қояды, есеп шығарғанда ол минусты еске алмайды. Енді мен жерді қарап көрейік. Дененің жылдамдығы нөл болған кездегі оның иксі немереге тең? Иксі ол ауытқуы ғой, жаңа қаншаға ауытқу? Ол амплитудалық мәнге тең ғой. Сонда К көбейтілген XM болды енді. Енді осыны есептейміз, да? К дегеніміз 1200, XM деген 4,8 көбейтесің метрге айналдыру керек қой, оның минус 2 дәрежесіне көбейтеміз. Сонда 4,8-ді 12 мен көбейтетін болсаң, 57,6 ньютон болады, иә. 57,6 ньютон, ол Е болады. Сонда көрдің бе? Вот міне жерде күштің өзі ең максимум мәніне. Жылдамдық нөл болған кезде күш максимум мәніне тең болады екен, иә. Енді жылдамдық көбейе бастағанда күш қайтеді екен. Күш азая береді. Как тепе-теңдіктен өткенде ол ең үлкен жылдамдық. Бірақ ол жерде әсер ететін күші мгновенно нөлге тең болады. Сонда бұл жерде жаңағы мына координаты, X, жылдамдық, үдеу, күш барлығы сол жаңағы өзгереді. Синус немесе косинус заңымен өзгереді. Қай кезде синус, қай кезде косинус екенін білем десең, оны өзім жеке айтып беремін, егер сұраныс бар болатын болса, иә. Келесі 18-ші есеп. Так, 18-ші есеп былай дейді. Контурдағы конденсаторды сыйымдылығы 2 есе үлкен конденсатормен ауыстырғанда еркін тербелістердің периоды қайтеді дейді. Контурдағы, что такое контур? Электромагниттік тербеліс контур деп атайды ғой, біз білеміз, е балалар. Ол жаңа катушкадан тұрады, біткен катушка. Сосын кейін конденсатордан тұрады. Бұл электромагниттік тербеліс контур деген осында екі нәрседен тұрады. Катушка және конденсатор. Катушканың индуктивтілігі L, конденсатордың сыйымдылығы С. Вот бірінші жағдайда осындай болды, иә? Осы кезде оның периодын табатын формуласын біз білеміз ғой. Т1 тең болады 2π түбір астында L С болады. Сосын кейін екінші рет оны қалай істеген? Екінші рет бүйтеді. Сыйымдылығы 2 есе үлкен, сыйымдылығы 2 есе үлкен конденсатормен ауыстырған. 2 есе үлкен деген сөз, то есть мынау 2 С болады деген сөз, иә. Сонда Т2 осы кезде Т2 немереге тең болады дегенде 2π түбір астында L көбейтілген теперь уже 2 С болады, да. Сонда 2-ден түбір шығады, иә, 1,4. Немесе түбір астында 2 деген былай шығарып жіберсек алдына қарай. Онда мен жерде 2π түбір астында L С қала береді бұрынғы, да. Мынауымыз бізде ол Т1 ғой, Т1, да. Немесе бұл нені береді? Сонда түбір астында 2 Т1 болады. То есть бұрынғыдан периоды түбір астында 2 есе артады екен, түбір астында 2 есе артады. Д болады. Келесі 19, да.
Так. Толқын ұзындығы 1 микрометр фотонның импульсы қандай дейді. Что такое фотон? Толқын ұзындығы деген олардың бәрін айтпай-ақ қояйын. Ол бүйтіп каждый есепке тоқтала берсек уақытымыз жетпейді, да? Бұны біз білдік деп есептейміз. Ал егер білмейтін балалар болса, мен жаңағы артынан сұрап алуға болады, иә? Оны айтып едім ғой, қандай жүрмін сұрауға болады деген. Так, толқынның ұзындығы импульсын тап дейді. Бұл формула қайдан шығады дегенде, бұл электромагниттік толқын деген ол жаңағы толқын, ол фотоннан тұрады деп айттық қой. Сонда немесе энергиялар жиынтығы деп, сондағы бір кванттың энергиясы ол h ньюге тең болады деп оны Планк айтқан. Планк формуласы дегеніміз осы. Ал Эйнштейн болғанда ол айтқан, бір фотонның энергиясы ол mc квадрат деп. Осының екі жағын бірдей с-ға бөлетін болсақ, h нью бөлінген с тең болады mc болады. Вот м дегеніміз масса, с деген жылдамдық, бұл сонда импульс қой, мынау импульс деген нәрсе. Сонда бізге импульсын тап десе, импульс бізде тең болады екен h нью бөлінген с, да. Немесе ньюді астына түсіретін болсақ, h астында с бөлінген нью дегеніміз бұл ләмбіде болады, толқын ұзындығы. Сонда h бөлінген ләмбіде болады. Осы формуланы жаттап алуға да болады. Көбінде балалар жаттап алады, бірақ ұмытып қалсаң осыдан шығарып аламын деңіз. Енді орнына қоямыз, да. H дегеніміз 6/164, оның минус 34 дәрежесі. Бөлеміз нешеге? Ләмбіде 1 микро дегеніміз оның минус 6 дәрежесі, да. Тең болады, бізде неше болады? 6/164 емес, берілген жерде 6/6 деп беріліп тұр бізде, 6/163 по-моему, Планк тұрақтысы. Но неше болады? Былай қарай шығады, плюс болып тұрады, оның 6 дәрежесі. Значит, 6/6 көбейтілген оның минус 28 дәрежесі. Импульсте сол килограмм көбейтілген метр секунд болады. Значит, бұл жауап Е болады, е? Е болады. Так, енді 20-шы есеп. Бетеді, екі автомобиль бір пункттен бір бағытта А тең 0,4 метр секунд квадрат үдеумен шығады. Екінші автомобиль біріншісінен 20 секунд кеш шығады. Екіншісі кешігіп шығады. Бірінші автомобильдің шыққан уақытынан санағанда екі автомобильдің арақашықтығы 240 метр болатын уақыт. Қайсысының жүрген жолы көп болады дегенде, естественно, ол жаңағы біріншісінің жүрген жолы көп болады. Өйткені бұлардың екеуінде алғашқы жылдамдықтары жаңағы 0-ге тең, v0 және v0 екеуінің де алғашқы жылдамдықтары 0-ге тең. Значит, олардың жылдамдығы жаңағы жүрген жолы АТ квадрат бөлінген 2 болады. Но біріншісінің жүрген жолы ол жаңағы S1, бізде біріншісінің S1-дің жүрген жолы ол тең болады АТ квадрат бөлінген 2 болады. Ал екіншісінің жүрген жолы, ол кеш шықты ғой. Ол значит А Т минус 20-ның квадраты бөлінген 2 болады. Естественно, S2 бізде кіші болады S1-ден, да? S1 үлкен, S2-ден. Сонда S1-ден S2-ні азайтқандағымыз неше болу керек? 240 метр болу керек қой. Сонда бүйтіп жазуға болады, АТ квадрат бөлінген 2 азайтылған АТ минус 20-ның квадраты бөлінген 2 тең болады жаңаға 240 болады. Енді осыдан А бөлінген 2-ні шығарып жіберсек, жақшаның сыртына ішінде Т квадрат, мына жақшаны ашып квадраттаймыз, ол минус Т квадрат плюс 40Т, плюс қайт минус болады, минус 400 да, 20-ның квадрат 400 тең болады 240 болады. Т квадраттар кетеді, былай қарай,
Сонда консеквенсы теңдеу мына сұраған теңдеу шығады деген сөз, иә. Соңында 40-ты азайтылған 400 тең болады 480 бөлеміз үдеуге, үдеу 0,4-ке да. Осыны есептейтін болсақ, бізде былай шығады екен. 40-ты тең болады 1600. Немесе бұдан т тең болады 40 секунд болады. Т тең болады 40 секунд. 40 секундта екеуінің ара қашықтығы 240 метр. То есть ол не дегеніміз 240 метрден. Екінші автомобиль біріншіден 240 метрге қалып тұр деңіз. Келесі 21. Вот гидравликалық машина деген осы балдар, иә. Гидравликалық машина деген өздерін қарап тұрсаңдар, 2 цилиндрден тұрады, бірақ олардың түбі бір. Біреу үлкен, біреу кішкене жаңағы. Бірақ бұлардың ішіндегі жаңағы не тұрақты болады. То есть қысым бірдей болады. Мысалы, мына қабырғаға түскен қысым, мына поршынға түскен қысым, былай түскен қысым, былай түскен қысым, былай түскен қысым, мысалы, былай қарай. Әрбір қабырғаға түскен сұйықтардың қысымы, ол барлығы тең болады. Бұл Паскаль заңы негізделген. Паскаль заңы айтушы еді ғой, сұйықтар мен газдар өздеріне түскен қысымды жан жаққа бірдей мөлшерде таратады. Сонымен бүйтіп қарап көрейік. Мына жағы мына кішкене, мына жағы кішкене деген индекс қояйық, мына жағы үлкен поршын, кішкене поршын деп айта береді. Сонда бізге бүйтеді. Гидравликалық машинада қысым П бізде 400 килопаскаль болып тұр, иә, қысым 400 килопаскаль. Кіші поршынге түсетін күш, кіші поршын. Кіші поршынге кіші деген, К деген индекс қояйық. Ол 200 ньютон. Күш әсер етеді. От газдың артында. Естественно, күш қайсы еді? Күш поршынды астынан үстіне қарай итереді ғой, да? Астынан үстіне қарай итереді, иә? Кіші поршынге күш әсер етеді. Үлкен поршынның ауданы 400 сантиметр квадрат. Үлкен поршын қысқан динамометрдің көрсетуі және кіші поршынның ауданы дейді. Вот біз мынаған былай қарай күш әсер етеді екенбіз, бүйтіп міне. То есть біз кіші. То есть кіші, осындай күшпен біз мына поршынды үстіңгі жағынан сықсақ төмен қарай. Онда ол сұйықтар өзіне түскен қысым жан жаққа бірдей мөлшерде таратады. Онда ол мына поршынды жоғары қарай итереді. Мына сұйық айналып отырып кеп, поршынның әсері сұйыққа беріледі, сұйықтың әсері қайтып мына поршынға беріледі. Сонда ол поршынды бүйтіп жоғары қарай итереді бүйтіп, иә. Вот міне, бір екеуін көрсетейін. Осы күш бізде жаңағы үлкен поршынға әсер ететін күш. Үлкен. Бұл да немереге тең болады. Бұл жаңағы үлкен дегеніміз бұлай болады. Үлкеннің үлкенге қатынасы кішкентайдың кішкентайға қатынасына тең болады. Өйткені қысымдар бірдей ғой. Қысым дегеніміз жалпысы ол күшті сол күш әсер етіп тұрған ауданға бөледі ғой. Ал үлкен кіші дегеніміз неме дегенде ол мына поршындардың табанның ауданы мынау кішкентай болады. Ал мынаның табанның ауданы ол жаңағы үлкен болады. Вот осылай қарай екен, сонымен табамыз деңіз. Тағы немене берілді бізде? Бүйтеді, үлкен поршынның ауданы үлкен бізде 400 сантиметр квадрат. Енді осыдан үлкен поршынды қысқан динамометрдің көрсетуі дейді. Мысалы, мына үлкен поршынды үлкен деген күшпен бүйтіп жоғары қарай итеретін болса, ол мына шток арқылы мына жерде тұрған динамометрді қысады ғой. Динамометрді қысқанда динамометрдің стрелкасы
қозғалып, вот қанша күшпен қысып тұрғанын айтады. То есть ол F үлкен деген күшті мына динамометр өлшейді дегенсіз, иә? Сонда біз қалай істейміз енді? Динамометрді өлшейтін. Так. Қысым, давайте біз нені тауып алайық. Бірінші S кішкентайды тауып алайық, иә? S кішкентайдың ауданы таба аламыз ба? Вот қарап көрейік. Өйткені бізге және кіші бұрышының ауданы деген S кішкентайды тауып керек. S кішкентай ол бізде тең болады. Немеге тең болады? Мынаның барлығы жаңа қысымға тең ғой міне. Иә? Вот сонда S кішкентайды тапсақ, ол F кішкентайды бөлеміз жаңағы қысымға да. F кішкентай деген күшіміз бізде нешеге тең? Ол 200. Қысым пайда болып тұрған ол 400 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Бұдан бізде мынандай сан шығатын. 5 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі, 5 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат, немесе 5 сантиметр квадрат болады. Так, енді оны тауып алдық, иә? Енді біз неменен тау керек? От F үлкенін тау керек, иә? F үлкенін тау үшін S үлкен белгілі ғой. F үлкен бізде. Тағы да осы теңдіктен аламыз, иә? Мынадан. F үлкен тең болады ол қысым көбейтілген S үлкен да. Қысым бізде жаңағы неше болып еді? Қысым бізде 400 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Кило деп тұрғандықтан. S үлкен дегеніміз ол 400 көбейтесің сантиметр квадратты метр квадратқа айналдырса, оның минус 4 дәрежесі болады, да? 400 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі. Бұдан шығады 16.000 деген сан шығады екен. 16.000 ньютон. Немесе неше шығады? 16 килоньютон болады деген. 16 килоньютон. Сонда бір жауабы 16 килоньютон, бір жауабы 5 сантиметр квадрат. Осыны іздейміз. 16 килоньютон 5 сантиметр квадрат деген ол жауап В болады, иә? 21 сонда В болады екен. Так, 22-ні көрейік енді, да? Вот 22. Битеді бастапқы генетикалық энергиясы 400 джоуль және массасы 2 килограмм тасты тік жоғары лақтырылған тастың жылдамдығы 10 метр секунд болғандағы көтерілу биіктігі деген. Бұл энергияның сақталу заңына берілген балдар, иә? Вот мысал былай түрде қойық. Мына жаққа сызайық суретін алып. Мынау жердің беті, да? Жердің бетінде тас жатыр, массасы жаңағы 2 килограмм, да? Енді бұған ешкім ештеңе бермесе, бұл орын жатқан орында жата береді, иә? Біз енді оны қайту керек, жоғары лақтырамыз, то есть біз өзіміз со стороны оған энергия береміз, бір сөзбен айтқанда, иә? Кинетикалық энергия, бастапқы кинетикалық энергиясы дегенде ол біздің берген энергия. Біз оған бір жылдамдық береміз, бүйтіп, ол кездегі оның жылдамдығы Bm болады. Кинетикалық энергия береміз біз ол жерде. Бұл жерде оның толық энергиясы осы кинетикалық энергияға тең болады. Беріп тұрған кинетикалық энергияға. Бұл 400 джоуль. Не? Бұны біз бердік. Осы энергиямен ол жоғары қозғалады. Жоғары қарай кетіп барады, жылдамдығы азая береді. Жылдамдығы бір кезде 0 болады. Бұл жерде В жылдамдық 0 болады. Бұл кезде ол мгновенно тоқтайды да қайтадан төмен қарай құлайды. Вот жылдамдық 0 болды десе, мына жерде жаңа кинетикалық энергия 0 болып қалды. Бірақ жаңа 400 деген ол без следа не пропадает, ол енді уже қайтып потенциалдық энергияға айналды. Бұл жерде оның потенциалдық энергиясы ол қайта 400 болды. Вот. То есть мына жерде кинетикалық, мына жерде потенциалдыққа айланды. Сонда мына жерде оның толық энергиясы 400, мына жерде де толық энергиясы 400. Енді вот арасында қандай бір промежуточное положениеде
Оның жаңағы ара қашықтығы жерден көтерілу биіктігі оның h екен. H да. И осы кезде оның жылдамдығы бар 3b. Ну, b1 deyік баяқ. Значит, бұл жерде оның екі энергия бар, да? Біреу жаңағы h биіктікте болғандықтан mgh деген энергиясы бар, потенциалдық энергиясы. Екінші b1 деген жылдамдық болғандықтан оның m(b1) квадрат бөлінген 2 деген кинетикалық энергиясы бар. Энергиясы бар. Екеуінің қосындысы толық. Ол толық энергия жаңа 400-ге тең болады ғой, жаңа 400 жоулға тең болады. Егер мына жерде кедергі қандай бір үйкеліс жоқ болса, энергия сақталады деген, энергияның сақталу заңы деп тұрған болса, энергия сақталады. Просто бір түрден екінші түрге ауысып отырады, иә. Біз енді осы жерде бізде мына b1 деген жылдамдық бізде беріліп тұр міне. b1 деген жылдамдығың 10 метр секунд болған кездегі дейді. 10 метр секунд болған кездегі көтерілу биіктігін тап дейді бізге. h-ты тау керек. Вот мына h-ты тау керек. Енді осыдан табайық, вот давайте былай істейік, иә. Ең алдымен былай істеп алайық. m b1-дің квадраты бөлінген 2 деген есептеп алайық жекеді. Массасы 2, b1 деген 10, 10-ның квадраты 100 болады. Бөліміз 2-ке, ол бізде 100 жоул болады, 100 жоул болады. Ол 100 жоул болса 400-ден 100-ді азайтамыз, сонда ол mgh-қа тең болады, mgh ол бізде тең болады 400 азайтылған 100 болады. Сонда 300 бола ма? 300 болады, mgh бізде 300 болады. Осыдан h табатын болсақ 300 бөлеміз нешеге? Бөлеміз mg-ға бөлеміз, да? mg-ға. То есть 300 бөлеміз, m дегеніміз бізде 2, g дегеніміз 10, 20-ға бөлеміз. Неше болады? 15 бола ма? 5 бола ма? Бұл кезде 15 метр болады екен, иә? 15 метр болады. 15 метр болады. Энергияның сақталу заңы деп отырған осы. Так, келесі 23-ші есеп. Температурасы 60 градус, парциал қысымы 14 килопаскал, ауа буының абсолют ылғалдығын тап дейді. Но егер қысыммен тап десе, абсолюттік ылғалдығы уже белгілі тұр деген сөз. 14 килопаскал ол абсолют ылғалдығы болады. Ал бізге бұл жауабында қарасаң килограмм бөлінген метр куб деп тұр ғой. То есть тығыздығын тау керек осының. Иә, тығыздығын тау керек. Сондықтан бұнда не қолданымыз? Бұны газ күйінің теңдеуі немесе Клапейрон Менделеев теңдеуін қолдарамыз. PB тең болады m бөлінген үлкен m көбейтілген RT деп. Екі жағын бірдей көлемге бөлсең, P тең болады. Массаны көлемге бөлсең тығыздық шығады. Рho көбейтілген R көбейтілген T астында мольдік массасы, да? Осыдан енді рон табайық. Рон табатын болсаң, ол P бөлесің RT-ға. Қысымы 14 килопаскал, 14 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Мольдік массасы судың 18 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. R дегеніміз универсал газ тұрақтысы, ол 8,131. Т деген абсолют температура, ол 60 градусты айналдырасын кельвинге. 273-ті қоссаң, ол где-то 333 кельвин болады. Бұл жерде бұлардың барлығын есептеп кеп жіберсең, бұлай болады екен. 0,9 килограмм бөлінген метр куб. Немесе бұл 9 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. 9 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб болады деңіз. Бұл сонда қайсысы болады? С болады, е? С-ға жақын деңіз. Ал егер парциал қысым деген не, қаныққан бұл деген не деген сұрақтарың бар болатын болса, онда өздерің отдельно заявка бересіңдер, иә? Так, келесі 24.
Вот бүйтеді. Массасы 20 грамм белгісіз газды тұрақты қысымда 10 кельвинге қыздыру үшін 182,4 джоул, ал тұрақты көлемде қыздыру үшін 129,8 джоул жылу мөлшері қажет дейді. Бұл сонда қандай газ дейді. Екі түрлі жағдайда қыздырғанда температурасын бірдей дәрежеде қыздырған. Бұл бірінші жағдайда айтады, ол тұрақты қысымда дейді. Тұрақты қысымда P констант, тұрақты қысымда қыздырған дельта T'ымыз біздің дельта Т ол 10 кельвинге тең. Осы кезде термодинамиканың бірінші заңы дегеніміз ізде барады. Берген жылу ол заттың ішкі энергиясын арттыруға газдың және оның атқаратын жұмысына кетеді. Екінші жағдайда бүйтіп айтады. Ал тұрақты көлемде дейді. Тұрақты көлем ол изоқоралық процесс, тұрақты көлемде ол бізде тоже дельта T'ны 10 кельвинге қыздырады. То есть оның жаңағы дельта У бірдей деңіз. Q2 тең болады, дельта U ғана болады. А нөлге тең, өйткені изоқоралық процесс кезінде жұмыс жоқ қой, жұмыс нөлге тең болады. Вот осындай болып тұр енді. Енді осыны қарайық. Мына екі теңдеуді бірінен бірін азайтайық. Q1-ден Q2-ні азайтайық. Сонда Q1 бізден неше? Q1 182,4 тең дельта U ішкі энергияның өзгерісі қосылған жұмыс. Ал Q2 129,8. Бұл кезде тек қана ішкі энергия ғана артады. Екеуін бір-бірінен азайтсаң, мына жерде бізде шығады, неше шығады? Бізде шығады 52 бірдеме шығады ғой деймін. 52,2 52,2 джоул шығады. Бұл немене кетейік? Екеуін біріне-бірін азайтып отырмыз. Дельта удар жоқ болып кетеді. Бұл А. Сонда атқарылған жұмыс А осыған тең болады екен. Атқарылған жұмыс осыған тең болады. Ал жұмыстың енді формуласы термодинамикалық жұмыс дегеніміз ол бүйтіп айтады. Тұрақты қысымда көлемнің өзгерісіне көбейткенге тең болады. Ал мынаны Клапейрон-Менделеев теңдеуінің түріне келтіретін болсаң, П ғой мынау. Просто дельта Б дегеніміз жаңағы T'ның орнына дельта Т келеді деген. Сонда М бұл жаңағы М бөлінген М көбейтілген R көбейтілген дельта Т болады деген. Вот осылай қарай болады деген. Енді осыдан нені табамыз біз? Мольдік массасын табайық. Басқасының бәрі белгілі ғой. Белгісіздері бар ма? Бізде табуымыз керек енді. Мольдік массаны табу керек. Так, М белгі, К белгілі. Қыздыру үшін анандай. Біз аны таптық қой, аны таптық. Қыздыру үшін бізде аны таптық. А мынаған тең болатын болды. Аны біз тауып отырқ қой, айтқандай мына. А бізде табуды тұр ғой дайын. Енді осыдан мольдік массаны табайық болды. Мынаны мольдік массаны табатын болсаң, мольдік масса тең болады. Масса көбейтілген R көбейтілген дельта Т бөлеміз жаңағы неменеге. Жұмысқа бөлеміз сонда. Масса бізде тең болады 0,2 20 грамм деген. R дегеніміз 8,31. Дельта Т дегеніміз ол бізде 10 градус кельвин. Бөлеміз А дегеніміз 52,2. Сонда бұдан шығады мольдік массасы бұлай шығады екен. 0,032 килограмм моль деген. Ол бізде оттегі, наверное, 0,032 килограмм моль деген. Сонда ол газ оттегі болады екен. Келесі 25-ші есеп. 25-ші есеп.
Бүйтеді. Өріс кернеулігі 10 мегавольт бөлінген метрге жеткенде конденсатордың тесілуі байқалатын болса, оған 3,1 микрокулон заряд беріледі. Жазық конденсатордың ауданы тап деген осындай, иә. Заряд берілген. Енді бұны қалай істеуге болады дегенде. Вот міне жерде эпсилон 0, эпсилон деген берілу тұр, иә, конденсатордың ауданы тап дейді. Значит, конденсатордың сыйымдылығын табатын формула бар, иә, біз білеміз. С тең болады эпсилон 0, жаңағы S аудан бөлінген Д. Д деген екі конденсатордың мынадай екі пластинкасының арасы ғой. Міне мынау сол Д, мына қашықтық. Осыны айтып тұр. Так, значит, S тап десе осы сыны қолданады екенбіз, иә. Так, үші бізде заряд берілді тұр. С кіріседі екен. Мына жерде кернеулік тұр. Осыдан бізге қандай формула бар еді деген сияқты, иә, қандай бар. Вот бізде мынандай формула бар. Q тең СУ деген. СУ. Кернеуліктің жаңағы өлшем бірлігін қарасаң, балалар, кернеуліктің өлшем бірлігі мынандай болады. Вот ньютон бөлінген кулон деген. Ньютон бөлінген кулон, одан кейін жаңағы вольт бөлінген метр деген. Вот осыған қарабақ мынаған формуланы придумать етуге болады. Иә, кернеулік дегеніміз сонда ньютон бөлінген кулон десе, эп деген күшті зарядқа бөлуге болады. Немесе ол вольт дегеніміз кернеуді бөлеміз. Метрге бөлдесе, значит, дельтады дға бөлеміз дейміз. Иә. Вот көрдің бе? Сонда Е тең У бөлінген Д. Енді Е тең У бөлінген Д. Осыдан У'ды табатын болсақ, У тең Е Д да. У тең кернеулік көбейтілген Д болды. Енді орнына қоямыз, да. Сонда Q тең болады С көбейтілген Е көбейтілген Д болды. Ал С'ның өзі эпсилон 0 S бөлінген Д болды. Оны Еге көбейтетін болды, оны Дға көбейтетін болды. Д'дар кетті былай қарай, да. Сонда қайтеді эпсилон 0 S көбейтілген Е кернеулік. Енді біз осыдан S аудан тау керек. Сонда S аудан тең болады Q бөлінген эпсилон 0 кернеулік. Ал Q зарядымыз бізде 3,1 микро десе, оның минус 6 дәрежесі кулон. Эпсилон бізде 1-ге тең. Но электр тұрақтысы 8,785 көбейтілген оның минус 12 дәрежесі қыбыда. Ал жаңаға кернеулік 10 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Осының барлығын есептеп келгенде, бұда мынандай сан шығады екен балалар, иә? 0,035 метр квадрат. То есть бір пластинкасының ауданы осындай екен. Бұл жауап Б болады, иә? Вот осымен талдауымыз бітті, балалар. Назарларың рахмет, сау болыңдар.